Қайырлы күн барлықтарыңызға, менің сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге тағы да жаңа салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді салаттардың түрі. Ең алдымен бізге тауықтың төс еті қажет болады. Жақсылап мариновкасын жасап алатын боламыз. Тұзын, паприкасын, тәтті бұрыш көптеу саласыздар, қызарып әдем болып шығады. Аздап соевый соусын тамызып, қолымыздың көмегімен жақсылап жан-жағына жағып, мұжғылап алатын боламыз. Осылай жасайсыздар, өте дәмді әрі қып-қызыл болып шығады. 1 сағатқа қалдырып қойыңыздар, мариновкасы жақсылап сіңсін. Енді тапамызға пісіріп алатын боламыз. Аздап қана сұйық май құясыздар, қызып тұрған сұйық майға салып алатын боламыз. Өзі тез піседі, 2-3 минутта ғана піседі. Міне осылай қызарған соң екінші жағын пісіріп аласыздар. Жұмсақ әрі сочный болып шығады, керемет дәмді болады. Сосын біз осындай қиярымызды турап алатын боламыз. Тура видеодағыдай турасаңыздар, жегенге өте ыңғайлы болады. Осылай турап алатын боламыз. Келесі біз салат жапырағын турайтын боламыз. Мен көптеу қосам, өйткені бізге салат жапырағы ұнағандықтан көптеу қосатын боламын. Ортасынан тағы сіздерде бөліңіздер, жегенге ыңғайлы болу үшін. Келесі осындай помидорымызды турайтын боламыз. Кішкене қаттылау помидор болса тіпті жақсы болады, суы шығып кетпейтіндей. Менде сәл аздап жұмсақ болып қалды помидорым. Біз пісіріп алған тауық етімізді да осылай турай беретін боламыз. Майдалаудың қажеті жоқ. Өте қызыл әрі жұмсақ болып шығады. Осылай сковородкаға пісіріп көрсеңіздер болады. Оны да барлығын салатын боламыз. Ерекше салат болып шығады. Енді корнишондарымызды салатын боламыз. Соленый огурцымызды бөлудің қажеті жоқ, өзі майда болғандықтан осылай саласыздар. Келесі осылай майонездің орнына қаймақ пайдаланамын. Мен 3 қасықтай қаймақ салсаңыздар, осы жасап жатқан заттар астына жазып кететін боламын. Қанша кететінін 2 тарелкадай шығады менде. Біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Тұзын салуды да ұмытпаңыздар. Сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Керемет салат болады. Майонез қосудың қажеті жоқ. Қаймақпен де өте дәмді болып шығады. Қыздар, каналыма тіркеліп, мені қолдап кетсеңіздер, алдағы уақытта осындай дәмді ерекше рецепттермен бөлісіп отырамын. Лайк басып, комментария жазуды да ұмытпаңыздар. Ас болсын, рахмет.